Айнұр ештеңе демеді. Тізесін қысып, басын төмен салды. Қолы дірілдеп тұр, бірақ ол біледі, егер бас тартса, бүгін жатақханаға жете алмайды. Ал ертең емтихан. Ол баяу иіліп, Мырзағали ағаның шалбарын ашты. Қолы суық, бірақ жүрегі оттай ыстық. Адамның ішкі дауысы «Бұл тек жолақысы» деп қайталай берді. Мырзағали аға көзін жұмып, басын артқа тастады. Оның тынысы тереңдей түсті. Айнұр жылдам әрі сақсиық қимылдалды. Бұл әлдеқашан әдетке айналған. 2-3 минут, көбіне одан да аз. Сосын бәрі бітті. Мырзағали аға шалбарын жинап, қалтасынан 200 теңге шығарып, Айнұрдың қолына ұстатты. Ал міне, енді билетің бар. Келесі жолы да осылай болады ма? Деді ол күлімсіреп. Айнұр ақшаны алып басын изеді, сөйлемеді. Тек терезеге қарады. Автобус аялдамаға тоқтады. Айнұр тұрып есікке қарай беттеді. Артқы есік ашылды. Суық ауа бетіне тигенде ғана ол өзінің көз жасын сезді. Бірақ ол жыламады. Тек тезірек жүріп, жатақханаға қарай бет алды. Артында Мырзағали аға рөлге қарай отырып, радионы қайта қосты. Ән шықты. «Жолдар-ай, ұзақ жолдар-ай» деген ән. Ол күлімсіреді. Бүгін де жолы болды. Қыс келді. Алматының тау жағынан соғатын желі бетті тіліп өтеді. Айнұрдың пальтосы жұқа, қолғабы жоқ еді. Бірақ ол енді аялдамаға келгенде жүрегі бұрынғыдай қатты соқпайтын. Өйткені бәрі қауіпті айналды. Қорқыныштың орнына әдет басқан, ал әдет ең қауіпті нәрсе. Мырзағали аға енді оны күтетін болды. Кей күндері автобус бос. Тіпті Айнұрдың көргенде рөлден тұрып артқы есікті ашып тұратын. Жолаушылар аз болғандықтан ол радионы өшіріп, «Кел отыр» деп орнынан тұратын. Айнұр сөйлемейтін, тек басын изеп, соңғы қатарға барып отыратын. Бір күні желтоқсанның ортасында қар жауып тұрғанда автобус жолда тұрып қалады. Қозғалтқышы суықтан өшіп қалған, жолаушылардың бәрі түсіп кетті. Бірақ Айнұр қалды. Мырзағали аға моторды қарап жатыр деп айтты да, есікті жауып ішке қарай шақырды. «Суық қой қызым, жылынып ал» деді ол, кабинадағы кішкентай орындықты көрсетіп. Айнұр ішке кірді де, кабина тар, темекі иісі мен майдың қышқыл иісі аралас. Мырзағали аға есікті жауып, құлыптап, жылытқышты қосты. Бірақ ол жылытқыш емес, өз қолымен жылытқысы келді. Келесі бөлімді көргілеріңіз келсе, маған тіркеліп лайк басып отырыңыздар.